Сәлем баршаларыңызға. Бүгін біз сіздермен өте дәмді болып шығатын сосиска в тесте жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Соңына дейін видеомды көріп, қолдап кетіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, жаңадан қосылған көрермендер болса, міндетті түрде видео ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта басқа да рецепттер шығарып отыратын боламын. Көріп тұрғандарыңыздай өте үлпілдек, жұмсақ болып іштері піскен. Енді қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Жылы суымызға бір жұмыртқамызды және де қаймағымызды бір ас қасық майонез қосып араластырып аламыз. Дәміне қарай тұз қосатын боламыз. Және дрожжымызды салып, аздап ұн салып, қолға жабыспайтындай етіп қамыр илейміз. Оның бәрін салып жібермейміз. Аз-аздан салып отырып илейтін боламыз. Бұнда қатып қалған ешқандай рецепт жоқ. Үйде бар заттардан салып істесеңіздер болады. Майонез қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да, немесе ашыған айраннан, сүттен жасасаңыздар да бола береді. Осылай сосискаларымызды менде аздау болған соң ортасынан бөліп шықтым. Қамырымыз мінекей көтеріліпті, 1 сағаттай қойып қойдым. Жылы жерде тұрса тез көтеріледі. Енді майлаймыз, жабысып қалмау үшін қолымызды майлап, осындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Егер қамырымыз қаттылау болса, жақсы үлпілдек болмайды. Осындай жұмсақ етіп илеп аламыз. Қолымызды майлай отырып, бөліктерге бөліп, осындай бөліктерге бөліп аламыз. Бес минутқа бетін жауып, беттер қаясып қалмау үшін қалдыратын боламыз. 5 минутқа жауып. Тындырып аламыз қамырларымызды. Жақсы жайылып, жақсы көтеріледі. 5 минуттан кейін қолымызбен жайып шығамыз. Жеңіл, тез жайылады. Көріп тұрғандарыңыздай сосискамызды салып, орайтын боламыз. Қамырым үлкендеу болғандықтан ортасынан бөліп, 2 сосиска салдым. Көріп тұрғандарыңыздай. Барлығын осы ретпен орап шығамыз. Орап шыққаннан кейін тағы да 20 минут, жарты сағаттай тұрса, сосискаларымыз жақсы көтеріліп, үлпілдек болып пісетін болады. Енді майымызды құйып, майымызды қатты отта қоймаймыз. Орташа отта 2 шетін аунатып, қызартырып, пісіріп алатын боламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Балдарыңыз таласып, сүйсініп жейді. Өзімізде мектеп кезінде мектептен алып жейтін едік. Өзіме де қатты ұнайды. Міндетті түрде дайындап, балдарыңызды қуантыңыздар. Өте оңай. Осылай 2 шеттерін аударып, барлығын пісіріп алатын боламыз. Егер де видеом ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жаңадан қосылғандар болса, тіркеліп кетіңіздер. Менің YouTube каналымнан көптеген рецепттер таба аласыздар. Көріп тұрғандарыңыздай сосиска в тесте дайын болды. Өте үлпілдек қып-қызыл болып әдемі шықты. Іштері де піскен, өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жұмсақ.
Егер рецепттерім ұнап жатса, маған тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріп, қолдағандарыңыз үшін рахмет.